Армысыздар, құрметті көрермен. Біз бүгін Мұхтар Әуезов жалпы орта мектеп гимназиясының оқушыларынан 1 наурыз алғыс айту күніне алғысын кімге жеткізетін бірге көретін боламыз. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Жұлдыз. Жұлдыз нешінші сыныпта оқисың? 9-шы. 1 наурыз алғыс айту күнінде алғысыңды кімге жеткізетін едің? Алғыс айту күнінде жақындарыма, білім беретін ұстаздарыма. Саған көп рахмет. Осы орайда мен де саған алғысымды айтқым келеді. Рахмет. Сәлем, атың кім? Хазер. Қай сыныпта оқисың? 2А. Сен 1 наурыз алғыс айту күніне кімге алғыс айтасың? Анама. Анаңа ол алғысыңды қалай жеткізер едің? Сақтап. Сыйлық берем. Рахмет. Сәлем, Есімің кім? керемет, Нешінші сыныпта оқисың? 8 классы. 1 наурыз алғыс айту күні екенін білесің. Алғысыңды кімге жеткізетін едің? Ата-анама. Алғысыңды қалай ата-анаңа білдіресің? Өмірге алып келген үшін рахмет айтамын. Көп рахмет. Иә. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Кәусәр. Нешінші сыныпта оқисың? 5-ші. 1 наурыз алғыс айту күні екенін білесің. Алғыс айту күнінде алғысыңды кімге жеткізесің? Анама. Анаңа алғысыңды қалай жеткізесің? Ашық хатпен. Саған көп рахмет. Сау бол. Сәлем. Аттарыңыз? Рикамал. Әсел. Қай класс оқисыздар? 10-ша. Келе жатқан 1 наурыз алғыс айту күніне орай кімге алғыс айтар едіңіздер? Ізгі тілектеріңізді білдірсеңіздер. Осы мектептегі мұғалімдерге, ата-анамызға және де досыма. Достарымызға, ата-анамызға, сол туған жақын адамдарымызға айтамыз алғыс. Көп рахмет. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Айла. Нешінші сынып оқисың, Аяла? 3-ші. 1 наурыз алғыс айту күні алғысыңды кімге жеткізесің? Ата-анама. Ата-анаңа алғысыңды қалай білдіресің? Рахметімді айтып білдірем. Рахмет. Мінекей, көріп отырғандарыңыздай, біздің мектеп оқушылары өзінің ізгі тілектерін ата-аналарына және ұстаздарына білдіріп отыр. Мен де осы челленджді аяқтай келе, өзімнің алғысымды білім беріп жатқан ұстаздарыма және де мені өмірге алып келген ата-анама, жақын достарыма алғысымды айтамын. Назарларыңызға рахмет.